Ассаламу алейкум, бәйге десе шерасын жерге қойған ағайын. Бүгін сіздер дүбірлі бәйгенің куәсі боласыздар. Ал ол қандай бәйге? Оны қазір көресіздер. Сен шөлін қанбайтын бұлақ болған, көңіліңе нұр сыйлайтын шуақ болған, жігеріңді жанитын қуат болған қазақтың дәстүрлі мәдениетін қайта жаңғыртпақ. Сегіз қырлы бүгінгі таңда осы дәстүрлі өнерді ту етіп жүрген сал серілер мен жыршылардың есімдерін анықтамақ. Сегіз қырлы ұлттық дәстүрлі өнеріміздің кеңінен насихатталуына үлес қоспақ. Сонымен мақсат айқын, мұрат биік. Ендеше бастайық. Бұл бәйгеде халқымыздың ұлттық мәдениетінде қалыптасқан орындаушылық төрт мектептің, яғни арқа, жетісу, батыс, сондай-ақ сырдың жыраулық дәстүрін жалғастырушы орындаушылар бақ сынасады. Ал сегіз қырлының бүгінгі тұсауын 62 тамырыңды идіртіп, жан жүрегіңді тербететін, сырлы да сазды, сұлу да мұңлы арқаның сезімге толы, ерке де сылқым әндер кеспек. Көңілді толқытып, сезімді шалқытып, жүректі балқытып, күмбірлетсек күллі әлем ұйыған, әуеннен жаныңа нұр құйылған Әлқиса ұлт аспаптар ансамблі дирижері Қазақстанның мәдениет қайраткері Самат Мәлімбай. Енді бәйгеміздің төрешілерімен таныс болыңыздар. Қазылар алқасының төрағасы, Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері профессор Қайрат Байбосынов. Құрманғазы атындағы консерваториясының халық әні кафедрасының меңгерушісі доцент Сәуле Жампейісова. Белгілі жыршы, филология ғылымдарының кандидаты Ұлжан Байбосынова. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Ержан Қоспармақов. Және Көкіл музыка мектебінің директоры, Қазақстанның мәдениет қайраткері, дәулескер күйші Абдулхамид Райымбергенов. Мінекей, сегіз қырлы ол өнер бәйгесі. Алмасты қырлай берсең гауһарға айналады емес пе? Ал сол гауһардай жарқырайтын жандар кімдер? Яғни сегіз қырлы деген атқа кім лайық? Оған куә болам десеңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Ал мен алғашқы жұпты сахна төріне шақырам. Қарсы алыңыздар. Талғат Әбуғазин. Талғат Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 4-ші курс студенті, белгілі әнші, Қазақстанның мәдениет қайраткері Ардақ Исатаеваның шәкірті. Талғат Алтай, Тарбағатай өңіріне танымал күйші Қазен Ақсақалдың сүт кенжесі. Қошеметтеп қойыңыздар. 2005 жылы өткен республикалық асыл мұра, сол жылы өткен республикалық Мәди Бәпиұлы атындағы 2007 жылы болған республикалық Әміре Қашаубаев атындағы байқаулардың лауреаты Талғат Әбуғазин. Міне, қадірмен көпшілік, Талғат өздеріңіз көргендей сал серілердің салты бойынша сән салтанатпен арамызға келіп жетті. Тәке, енді сіз өзіңіз қыз көретін жігіт дейсіз ғой, тіпті әдемі болып кетіпсіз. Өзім сал, өзім сері, кімге зармын деп бір жан бабаңыз айтпақтайын. Алланың берген өнерінің арқасы шығар деп ойлаймын. Екпіні жаман емес тәкеңнің. Тәке, енді мен қазір сіздің қарсыласыңызды осы студияға, осы алаңға шақырам. Қандай қарсылас болса да сіз оған дес бермейтін мықтылығыңызды танытасыз ба? Оны уақыт көрсетеді, әрине дайынмын деп ойлаймын. Ал біздің келесі сайыскерімізді дәл осы алаңға шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Астанадан келген аруымыз Гүлмира Тапай. Қазақ ұлттық музыка академиясының дәстүрлі ән бөлімінің 4-ші курсында оқиды. Қазақ ұлттық музыкалық академиясының доценті Ербол Сариннің шәкірті. Елімізде өткен республикалық дәстүрлі әншілер байқауында лауреат атанған 2005 жылы Молдовада өткен 2-ші халықаралық Дельфиада ойындар атты дәстүрлі әншілер байқауында бас жүлдені жеңіп алған міне қарсы алдымыздағы Гүлмира Тапай. Қош келдіңіз, Гүлмира. Тарихтағы ақын сара, рысжан аналарымыздың жолын ұстанған сияқтысыз ғой. Әнші болғаннан кейін әр адам болсын аналарымыздың, аталарымыздың жолын қуған дұрыс қой. Бәрекелді. Бәйге басталды деген осы. Сонау 19 ғасырда өмір сүрген сал сері бабаларымыз ел аралап жүріп осы дәстүрлі өнерді насихаттаған. Сондардың әрқайсысының
Алқалы жиында жұрт көңілін селт еткізіп, бар назарды өздеріне аударатын бір әндер болған. Мысалы, Біржан Салдың Ләйлім шырағы, Ақан серінің Балқадишасы, Балуан Шолақтың Ғалиясы, сондай-ақ Үкілі Ыбырайдың Гәккуі осылай кете береді. Біз де осы үрдісті сатым боламыз. Сонымен алғашқы бөлім көңіл ашар. Ал құрметті өнерпаздар, сіздер дайын болсаңыздар, алғашқы бөлімді бастайық. Жаңа айтып өткенімдей, бұл бөлім көңіл ашар деп аталады. Сіздер бұл бөлімде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бір әнді толығымен орындап шығу керек. Түсінікті ғой. Ал осы сайысты кім болып алғашқы бастайды, оны мына жеребе анықтайтын болады. Қазір қызыл асық мынаның ішінде жасырылған кімнің қолына түсетін болса, сол алғашқы көңіл ашарды бастайтын болады. Кәне, тәкенді қыздың жолы жіңішке дейді. Гүлмираға ұсынайық. Гүлмира қандай асық таңдар екен? Тәкең. Міне, қадірменді көпшілік өздеріңіз куә болғандай, көңіл ашарды бірінші болып Талғат бастайды. Алғашқы бөлім көңіл ашарда мына қалың жұртшылыққа, ән сүйер қауымға қандай ән тартып өтпекшісіз? Арқа өңірінің белгілі әнші, сазгері Әсет бабамыздың Мақпал әнін дайындап келемін. Бәрекелді, тамаша. Мақпалға айтем сәлем, шын зеректе боп ақылы бас қожаннан өзгөрөкте болмаса мен қайтайын, айналмастан Мақпалжан жүрген шығар. Мен келетті Мақпал үйге кем, ой үйге көмір ойау, өкілі қоңыр ал үйрек секілді мұу, көр алмай дидарыңдай өкіндем ай. Қайтем бір күн, кер балақпен басынып садағымдай қорамсақпен көрсеме де құралайды, атқаным жоғы ұқсатып Мақпал жанға шын жүректен. Мақпал үйге кем, ой үйге көмір ойау, өкілі қоңыр ал үйрек секілді мұу, көр алмай дидарыңдай өкіндем ай. Ән салсаң, әсеттей сал аңыратып, орман тоғай, өзенді жамыратып демекші. Бұл жолы алғашқы бөлімде Гүлмира қандай әнді айтар екен? Осы Әсет ағамыздың әні Қысмет. Негізі Қысмет ауыр ән деп жатады. Бұл алғашқы бөлімге сізге ауырлық етпей ме шынымен де? Бұл өнерімнің ең бастамасы болғандықтан әншіге әр ән ауыр болмау керек деп ойлаймын.
Гүлмираға да сәттілік тілейік. Әуелетіп ән салса, әнші әсет ақбумен аспанда жер тілдесет демей ме? Ал Гүлмира қалай орындайды екен? Даусын көкте табылдаға көмекей көк қабысын әнменен ашсай төгілді меруерт маржан сабылдаған әлида ялида аула la la li la li la hauli li li la oi gai 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 yari da yari da yari da ri da ri da yari da yari da ri da ri da yari da ri da ri da yari da ri da ri da қар сөрім жағу шабылмаған жорғамын жортарманмын жұрттан озған майдамын майда желіс мамырлаған елімнің аса тобыр жиынында салынбаған әлида ялида рида рида ялида рида рида ялида рида рида аула 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 hala la li la li la hauli li la oi gai 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 yarida 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 rida rida yarida yarida rida rida yarida rida rida yarida rida rida Қош келген біраз ширға алған сияқтысыздар. Бірақ енді алғашқы бөлім көңіл ашарда төккен терлеріңіз тек кеткен деп ойламаңыздар. Төрде отырған төрешілеріміз барлығын ескеріп отыр, есебін береді. Ол кейінгі бөлімнен кейін. Ал енді келесі бөліміміз сіздердің кәсіби біліктіліктеріңізді танытатын бөлім ән көкпар. Сонымен ән көкпарды бастаймыз. Жаңа ғана құлақ құрышын қандырып, әсем әндері шырқалған Әсет бабамыз әйгілі қоянды жәрмеңкесінде талай рет ақындар айтысына түсіп, ән айтысқа түсіп өзінің жан-жақтылығын танытқан екен. Ал енді Әсеттің атын алашқа танытқан айтысы ол Рысшамен айтысы болатын. Бұл айтыста олар бір-бірін жеңе алмаған. Ал біз мына өнер жәрмеңкесінде сайыскерлердің бақтары мен баптарын сынайтын боламыз. Бұл кәдімгі қайым айтыс сияқты бұл бөлім. Ең бірінші, Талғат, сіз арқаның дәстүрлі әнінің бірін қайырмасын бір шумағымен орындайсыз. Оны Гүлмира сіз жалғастырасыз. Жалпы бұл уақыт 10 минутқа белгіленген бұл бөлім. Ал егер осы айтыс барысында әлде біреуіңіз жаңылып қалып жатсаңыздар, сол жерден бұл бөлім тоқтатылады. Ал егер осы бөлімнің соңына дейін екеуіңіз бір-бірлеріңізбен қарпысып жатсаңыздар, онда төрешілеріміз сіздердің орындаушылық шеберліктеріңізге қарай ұпай санын беретін болады. Ең жоғары деңгейлі ұпай саны ол 10. Ендеше біз осы бөлімімізді бастаймыз. Ақ бұйғын қыз қолымады арғақтым майы басып алайын сырғақтым ай боз бала сізге айтар ей бұл бір сөзім жақын жер әлпеш деген ай әрудай ардақты қабай арман ай
арман-ай өтіне жан ай. Жанып тұрған жас өмір алғыз үлгілау сипаттауға бейнесін жетпейді ау тіл жауқазын желбіреген үйі жастық шағын өмірдің мағына сынау ай-яй-яй-яридай түсіне біла ей арман-ай 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 өтеді бір күн жалғаннан. Ай бозым даңғыл бозым ел шалғай жет алмадым айдай жалғыз өзім сүйіскенден ай сағынғаннан таладай екі ай көзім айдай қарай қарай беуай ха-ла-ла-ла лилай лилай лилалай лилалай ха-ла-ла-ла лилоу лилай ай бозым ай бозым таңғыл бозым ел шалғай жет алмадым айдай жалғыз өзім махвай өзіңмен теңдес құрбыңа болмаған соң өтеді-ау енді кімге айдай айтқан сөзім махвай Қой жаза алмай-ау, шалықталмай-ау, қалылықтап қайран дүние-ау. О-бәй-ау шіркін қанатталдай-ау. О-бәй-ау шіркін
қанатталдай әніме сүйіп салған қанатталдау ол әнім балқытушы еді тыңдағанда ой өлең бой жаза алмай ақау шалқыта алмай ау кейінге қанатталдау ай-ау жүрген әнім қалдау ай-ау жүрген әнім қалдау ақ дидарын көргенде тұра алмаймын сенсіз жерде салтанат құралмаймын сен есіме түскенде беу қарағым кемесінде дәрияның борандаймын Haulilm lilay halalaku lilalaku ulaylem Halkın zatır ak gülden şandağını dayım kim derseri bolmayda boyda Kız ketken soň awlyňynan kazık ketedi kelip ketip jirseň şal oýnawgyňa ýaby Құрметті көрермендер, сайыскерлер енді осы қара терді бұрқ еткізген екі бөлімнің қорытынды ұпайын тыңдайық. Жалпы енді кішкентай жүрексіну болған сияқты қанша дегенменен әсіресе мынау бірінші көңіл ашарға келген кезінде кішкене еркіндік пайда болды әрқайсыңызда, орындаушылығыңызда. Оның бер жағында бірдей жаңа Әсеттің әнін айту бір үлкен бір жетістіктеріңіз шығар деп мен теңдей баға бердім екеуіңізге 9-да 9 деп. Ән көкпарда 4 ән айтылды. Әрине кішкене мына Айбозымға келгендегі сәл-пәл пісіңкіремегені, әннің толық әлі меңгерілмегені байқалып атты. Ол домбыра ойнауында да жаңа асып кетіп, жарық тондар бір ойнап атты. Қарғамауда бір қайырмаларда бір дүниелер, сол себепте де жерді Талғатқа 9, Гүлмираға 8 болды. Әуелі бұл шіркінді бастау қиын деп Естаяқтың айтқандай, бәрінен де бастау қиын. Осы жағынан алғанда кішкене балалар жүрексінді, десе де бірінші ең бастамасында екеуі де жаман көрінген жоқ. Менің де балым екеуіне бірдей, 9-да 9. Ал екінші ән көкпарда біз керісінше Гүлмирадан бір жоғары ұпай күткен едік.
кішке қысылыңқырады. Бұл жерде сырғақтыда да қағыстан көп шатасты. Айбозымды өзінің дауысынан төмендеу алып айтты. Әрине бұл қыз баланың даусына келіңкіремейді. Негізі Қайрат ағаның орындауында құлағымызға сіңіп қалғаннан кейін енді Гүлмира ренжіме, сенің орындауыңда бүгін аса сәтті шықпады. Қарғашта да көптеген қателіктер болды. Сондықтан бүгінгі екінші турда Гүлмирада көптеген кемшіліктер байқалды. Талғатта керісінше өзін жақсы жағынан көрсеткен сияқты. Сондықтан мен Талғатқа 9, Гүлмираға 7 ұпай қойдым. Осы екі жүйектің екеуі де бірінен бірі кем түскен жоқ меніңше. Дегенмен Талғат осы жолы өзінің жүйріктігін танытқандай. Сондықтан менің қойған ұпайым Талғатқа 9, Гүлмираға 8. Екінші ән көкпар сайысында осы жолы өзінің ішін танытқан. Осы сайыста тағы да Талғат деп есептеймін. Өзінің барынша әнді түсініп айтуда, тыңдаушыға жеткізіп орындағандай сезім қалдырды. Сондықтан мен Талғатқа 10 ұпай, Гүлмираға 9 ұпай бердім. Жалпы маған әншінің екеуі де ұнап отыр. Бірінен бірі өтіп отырған сияқты. Мысалға, көңіл ашарында, мысалға екеуі де өзінің бастау әні дейді ғой, ең бірінші өздерінің. Екеуі де маған тең болғандай сондай әсер берді. Сондықтан да мен екеуіне де 9 ұпайдан бердім. 9-да 9. 9-да 9. Екінші бөлімде ше? Ал екінші бөлімде әрине қобалжу болды. Өйткені оның үстіне осындай өнер майталмандарының сын көзімен қараған кезінде әрине кез келген әнші толқитыны сөзсіз. Сондықтан болар Гүлмира сәл толқу басымырақ болды да, менің ұпайым Гүлмираға 8, Талғатқа 9. Бірінші бөлімде екеуіне менде 9-да 9 баға қойдым. Екінші бөлімде Айбозым әні әрине жаңағы қайғылы ән, мұңлы ән, осының кішкене әннің характерін бере алмадым. Домбыраңмен шатысып, кішкене дайындалмаған, әлі піспегендігі бар. Жаңағы қарғаш әнді де бояуға әлі қанық болмай тұр. Кішкене әдемдеп, сулап, наздана, сондай айту керек еді. Енді сен ер бала қарағанда, қыз бала басқаша айту керек, басқаша қырынан көру керек. Міне осы жерде жаңағы бояу солғындау болды. Екінші турда Талғатқа 9 балл, Гүлмираға 8 балл болды. Сайыс әлі аяқталған жоқ, қадірменді көрермендер. Біздің алда ұпайды теңестіретін, тіпті қарсыласын басып озуға мүмкіндік беретін бірнеше бөліміміз бар. Сондықтан осы жайдары жарқыраған күйімізбен біз 8 қырлы байқауын одан әрі жалғастырамыз. Қадірменді сайыскерлер, сіздер қазір мына қарсы алдыларыңызда тұрған монитордағы 50 ұяшықтың кез келгенін таңдайсыздар. Таңдағаннан кейін сол ұяшықтан бір белгілі әннің мәтіні оқылады. Сіздерге берілетін тапсырма сол әнді 10 секунд ішінде ойланып, әннің авторымен қай ән екенін айтуларыңыз керек. Және ең бастысы, сол әнді бір шумағымен, қайырмасымен орындап берулеріңіз керек. Егер сіздер сол берілген уақыт ішінде өздеріңіздің ерік жігерлеріңізбен тапқан болсаңыздар, онда осы бөлімге берілген жалпы 10 ұпайды еншілейсіздер. Ал егер сіздерге сәл қиындық туындатып жатса, онда сіздер өздеріңіздің нөкерлеріңізбен ақылдасуларыңызға болады. Ал егер өзіңіз тапсаңыз 10 ұпай толығымен, нөкерлеріңіздің көмегі болып жатса, онда яғни 5 ұпай шегереміз. 5 ұпайды қанжығаларыңызға байлайсыздар. Сонымен дайынсыздар ма? Ендеше Гүлмира, өзіңізден бастайық. Мен осы 3-ші санды таңдаймын, өйткені өзіме жақын, өзіме ұнайтын сандардың бірі, сондықтан 3. Бұл сан Гүлмираға тағы да сәттілік алып келсін, ал сіздер қол соғып қошемет білдіріп қойыңыздар. Дариға іш күйеді қорлығына, сенді ғой мал басының молдығына. Мен білсем, осы ән Жаяу Мұсаның әні Ақсиса. Жаяу Мұсаның әні Ақсиса. Міне, біздің қазылар алқасы дұрыс деген шешімге келіп отыр. Қане Ақсисаны орындап жеріңіз. Дариға ешкі есің зорлағаңа,
Öyle. Şormanın Mustafa'sı attım daldı. Atandım sol sebeptin jayağım olsa. Бәрекелді, тамаша. Менің таңдауым осы ұяшықтағы жеті деген саңды таңдайын деп тұрмын. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақыра ала алмас. Бұл Абайдың сегіз аяқ деген ән. Абайдың сегіз аяғы. Қане төрешілерден білейік, сіздің де жауабыңыз дұрыс дегенді көрсетіп отыр, ал енді орындаушылық шеберлігіңіз білейік. Өткірдің жүзей, кестенің бізей, бірдегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақырап ала алмас. Қайналма бекер тілмен жақ, көңілсіз қола, қой қола. Қайнайды қаным, ашиды жаным, мінездеріні көргендей, қайраттан беркін, жігерлен сілкен, деп насихат бергенде. Ұятсыз арсыз салтынан, қалғып та кетер артынан. Ұятсыз арсыз салтынан, қалғып та кетер артынан. Қай деген ай, бәрекелі. Сонымен енді сіздің келесі таңдайтын ұяшығыңыз қандай болады? 9 саны. Сүйікті сүйіскенде сағынғаннан, талады қарай-қарай екі көзім. Қане, ойланып болдыңыз ба? Есіңізге түсті ма? Біржан Салдың айбозы мені. Сүйіскенден ай көзім айдай, қарай қарай беуай. Тамаша. Қанша сан таңдайсыз? Мен 10-шы ұяшық таңдасам деп тұрмын. Тұйғын деп ұстағаным қарға шықты, қарғаға пенде ғашық болам екен. Бұл қалғаны 25. Бұл жол Талғат Сүрінбет. Ас бекен ол, алтын бекен ол, қола бекен ол, көңілім жаман жарғай, шіркін ай, тола мекен. Тайғын деп ұстағаның ол, қарға шықтың ол, қарғаға пендеу ғашық, шіркін ай, бола мекен. Бәрекелді. Үндері қарсыласыңыз сізден қалсар емес, бұл бөлімде де. Сонымен қай ұяшық таңдаймыз? 5-ші ұяшық. 5-ші ұяшықты тыңдайық. Кір жуып кіндік кескен қайран елім, артымда бір көрінбей қалдау деймін. Қарқаралы. Сол әнді нақты? Сол ән деп ойлаймын. Кімнің әлі? Мәди. Мәдидің Қарқаралысы. Дұрыс. Атыңа
арман айналайын қарқаралы сенен бұлт менен қайғыңа тарқамада кір жуып күндек кескен қайран жерлер артына бір қарамай-ау қалды-ау деймін. Бәрекелді. Мен 20-шы яшық таңдағым келді. Жүректен қозғайын, әдептен озбайын, өзі де білмей ме, көп сөйлеп созбайын. Бұл Абай атамыздың әні «Көзімнің қарасы». Көзімнің қарасы. Көп оздырмай әнді шырқаңыз онда. Жүректен қозғайын, әдептен озбайын, өзі де білмей ме, көп сөйлеп созбайын. Өзі де білмей ме, көп сөйлеп Өткен күннен белгі болып қалған халқымыздың асыл мұрасы бүгінде баға жетпес құндылықтарға айналды. Ендеше алыстаған сайын асқар шың секілді асқақтай түсетін мәдени мирас кешегіні бүгінге, бүгінді ертеңге жалғайтын аманат. Қадірменді әншілер қауым, біз білім сайысын одан әрі жалғастырамыз. Қадірменді сайыскерлер, сіздерге берілетін тапсырма бұл жолда ортақ. Сіздерге 50 ұяшық таңдау мүмкіндігі беріледі. Сол кез келген ұяшықты таңдасаңыздар, сол ұяшықтың ар жағында белгілі әншінің орындауында бір ән жасырылған. Егер сол ұяшықты дұрыс тапқан болсаңыздар, алдарыңызда тұрған дауылпазды бірінші болып соғуларыңыз керек, яғни алғашқы жауап беру үшін. Бір ескертетін жайт, сіздер әнді тыңдап бастаған кезде уақытта есептеліне береді. Жалпы уақыты 10 секундқа дейін ұзартылған. Егер сіздер сол алғашқы секунд жүрген кезде әнді тапсаңыздар, онда сол 10 ұпайды бірден еншілейсіздер. Ал егер сіздер ұзағырақ тыңдаған сайын ұпайларыңыз кеми түседі. Түсінікті ғой. Ал олай болса, Гүлмира ханым, сіз бірінші болып ұяшық таңдаңыз. 6-шы ұяшықты таңдаймын. Алладың бір әнін шырқағандай. Бұл әнді орындап атқан Қайрат ағамыз, Байбосын. Естайдың әні Юранай. Естайдың әні Юранай орындайтын Қайрат Байбосынов. Бәрекелді, Талғат дұрыс тапты. Мен 12-ші ұяшық таңдаймын. Рахмет. Бұл жолда бірінші болып Талғат соқты, дауылпазды. Бұл ән Жүсіпбек Елебеков орындап атқан «Екі жирен» деген ән. Жүсіпбек Елебековтің орындауында халық әні «Екі жирен». Бәрекелді. Гүлмира, сіздің жалпы ән қоржыныңыздағы мол әндерді біліп қана қоймай, оны шынымен-ақ тауып отқаныңызға еш күмән келтірмейміз. Бірақ бұл бөлімнің шарты шапшаңдық керек. Осы шапшаңдықты қашанда ұстаныңыз. Сонымен бұл жолы сіз қандай ұяшық таңдайсыз? 13-ші ұяшық. Дауылпаз тұрғаныңызға қарағанда білесіз. Бұл 25. Қалидің орындауы бойынша ғой деп ойлаймын. Шатыспас. Дұрыс. Бәрекелді. Бұл жолы соңғы рет
қай ұяшық таңдайсыз? Мен 25-ші ұяшық таңдаймын. Рахмет. Екі бірдей сайыскерімізде біліп тұр, бірақ әрине Талғат бірінші ұрды. Бұл орындап атқан Манарбек Ержанов, Ақсиса Жайымсаның. Дұрыс, бәрекелді. Ал Гүлмира, сізге тағы бір соңғы мүмкіндік беріледі. Сонымен қандай ұяшық таңдайсыз? 27-ші. Міне, жылдамдықты тағы да Талғат танытып, жауап беру мүмкіндігі не болды? Бұл Абайдың әні сегіз аяқ орындап атқан Мәдениет Ешекеев. Дұрыс, бәрекелді. Міне, бұл бөлімде де алға шыққан Талғат болды. Ал біз бұл бөлімде тамамдап, келесі бөлімге көшейік. Бір халықтың әні кетсе, әдебиеті жесір қалады. Сәні кетеді, сәні кетсе, жаны кетеді. Әнді сақтаудың қамын қылыңдар деген екен Сұлтан Махмұд Торайғыров. Ал енді құрметті өнерпаздар, сіздерден үйге берілген тапсырма талап етіледі. Яғни сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұрын соңды орындалмаған жаңа әннің тұсауын кесесіздер. Ендеше бастайық. Халық әні бір бидай, Сатебевичтің ән жинағын алдым. Бүгін бірінші орындалайын деп тұр, тұсауы кесер болайын деп тұр. Tаңда улай бір бидайым шырқап әнге салайын келсін қайымай бір бидай онаймы әнімай жанымай Сен біткен жаңа қайыңай бір бидай онаймы әнімай жанымай онаймы әнімай жанымай. Іле Жақановтың әні Сырымбет. Жүрсің тербе беркем аңсаумен Сырымбеттің айлы кешін бұл күні дау көңіл алаң ұйқы сергек еркем шалқып жатқан жер бар мекен беу Сырымбетте.
Бәрекелді. Ақша тартуларыңыз үшін рахмет өнерпаздар. Енді соңғы бөлімдердің қорытынды ұпайын төрешілерден біліп шығайық. Мынау соңғы сирек орындалатын әндеді. Біз естімеген бір ән. Меніңше енді талаптан шыққан Талғат болды. Кішкене еңбегін де көрсетіп жатыр. Анау мың әннің де кішкентай бетін ашып, бұл жердегі де тың әндерді халыққа жеткізуші болып еңбегін сіңіріп жатқанын көрсетті. Біздің Гүлмира қарындасымыз жаз Илья Жақановтың әнін, оны енді Жәкең орындап кеткенде біз кішкене осы жерде кішкене келіспей жаттық сізбенен, оған сіз де келісетін шығар деп ойлаймын. Сол себепті бір балыңыз төменірек қойдым, 10-да 9. Екеуіне тең бал қойдым, 10-да 10. Қайрат аға, төрешілеріміздің айтуынша, енді біз естімеген бір әнді Талғат орындады. Ал жалпы бұлардың орындаушылық шеберліктері сіздің көңіліңізден шықты ма? Орындаушылық шеберліктер әрине әлі алда. Ол жүре пайда болатын дүние, өмір бақи ізденіспен өтетін дүние. Бірақ талаптары жақсы, ізденістер тамаша. Мен Талғатқа қоятын ұпайым 10, ал Гүлмираға 9 ұпай қоям. Осы соңғы біз естімеген бір ән бойынша мен екеуіне де 10 балдан қойдым. Сегіз қырлы телебайқауының жалпы 5 бөлім бойынша бұл сайыскерлер өзіндік ұпайларын еншіледі. Сонымен жалпы ұпай қорытындысы бойынша Гүлмира 151 ұпайдан еншіледі. Ал арқаның дәстүрлі әндерін насихаттауда алдына жан салмаған алғашқы сайыстың жеңімпазы Талғат Әбуғазин. Талғаттың ұпайы 251. Гүлмира мықты әнші, бірақ осы жолы Талғаттың жолы болды.